Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жапондық десерт мотидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамастан бұрын менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге мотидің қамырын дайындау үшін осындай мотиге арналған арнайы ұн аламыз. Бұл рисовый клейковый мука. Міндетті түрде клейковый болу керек, сол кезде біздің мотиіміз дұрыс шығатын болады. Табамызға салқын су, сүт, шым-шым тұз және қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін мотиге арналған ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде ешқандай түйіршік болмауы қажет. Одан кейін сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Және ең соңында пищевой краситель қосамыз. Мен осындай көк түсінен қостым. 2 тамшы қосып, мұнда жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, бетін осылай пищевая пленкамен жауып, және пышақтың көмегімен осылай бетін тесіп шығамыз. Одан кейін микроволновкаге ең максималды градусқа қойып, 3 минутқа салып аламыз. 3 минуттан кейін біздің қамырымыз осылай дайын болып шығады. Бұны енді толықтай суытамыз. Толықтай суығаннан кейін мотиімізді жасауға кірісеміз. Қамырымыз толықтай суығанша мотидің ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Менде мұнда творожный сыр және сгущенкамызды осылай миксердің көмегімен жақсылап араластырып алдым. Дайын болған кремімізді осындай кондитерлік қалташаға саламыз. Мотидің қамыры суығаннан кейін міндетті түрде қолымызды майлап аламыз. Мотидің қамыры негізі өте қолға жабысқақ болып келеді. Сол үшін кішкене мөлшерде майымызды алып, қолымызды майлап, осылай мотиімізді 1/6 бөлікке бөліп шығамыз. Әр бөлігін осылай дөңгелетіп аламыз. Қамырымызды осылай кішкене майлап, оқтаудың көмегімен сәл-сәл осылай жаямыз. Тым жұқа қылып жібермеңіздер, өйткені біздің қамырымыз жыртылып кетуі мүмкін. Жайғаннан кейін салмасын саламыз. Ортасына қалуыңызша кез келген жеміс-жидек қоссаңыздар болады. Мен бананды қостым. Енді осылай видеодағыдай ақырындап осылай дөңгелетіп етіп түйіп шығамыз. Мотиіміздің асты жабысып қалмас үшін осындай ыдысымызға кукурузный крахмалымызды сеуіп, осылай мотиімізді қойып шығамыз. Міне біздің мотиіміз дайын болды, өте дәмді болып шығады, және де бір жасағаннан сіздерде сәтті шығатынына сенімдімін. Егер де видео рецепт ұнаса, видеома лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аякөз, астарыңыз дәмді болсын.